Сәлем ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге екі ғана затпен бетті ағартатын, нәрлендіретін, ылғалдандыратын, прям бетіңізді күшті қылып қоятын маска көрсететін боламын. Осын бізге сүт және қияр қажет болады. Барлық үйден табылады. Сүтімізге осылай қиярларды жұп-жұқа қылып турап салып 10-15 минут қалдырамыз. Кішкене холодильникке салып салқын күйде қалдырсаңыздар да болады. Прям күшті сергітіп қояды беттеріңізді. Енді осы дайын болғаннан кейін бетімізді жақсылап бірінші тазалап аламыз, умывалкамен жуып кептіріп, осы қиярларды маңдайымызға, көз астымызға, бетке барлық жерге қойып шығамыз. Көз астына қоюға қорықпаңыздар, қайтақ көздің астында қараюларға да өте жақсы әсерін береді. Толық бетімізге қойып болғаннан кейін ханымдар 10-15 минут қалдырамыз. Негізі осындай маскаларды жасаған кезде жүрмей жатсаңыздар вообще күшті болады. Сол кезде нәтижесі жақсы болады. 10-15 минуттан кейін барып жуып тастаймыз. Жалпы қиярдың пайдасы өте көп. 96% судан тұратын болғаннан кейін теріге өте керемет ылғал береді. Қабынуларды алады, қызаруларды алады, ағартады. Пораларды кішірейтуге жақсы көмектеседі. Ал сүт табиғи қышқыл болғаннан кейін теріні көз жасушалардан жеңіл әрі оңай құтылуға көмектеседі және теріні жаңартады, ылғалдандырады, ағартады. Екеуі қосылып теріні керемет ағартып, ылғалдандырып, жаңартып, бораларын кішірейтіп, күшті әсерін береді. Оны қолданып көрген ханымдар жақсы біледі. Сол үшін бүгіннен қалмай осыны жасап көріңіздер. Күнделікті жасауға болады. Кешкі уақыт жасаңыздар, ертеңіне күнге шығатын кезде күннен қорғанатын крем міндетті түрде жағу керек. Бұл масканы жағып болғаннан кейін бетіңіз қиярларды бірден алып тастамаймыз. Массажды әрекетпен әдемілеп тұрып массаж жасап аламыз. Сосын жуып жылы сумен артынан крем жағып қоямыз. Күнделікті қолдануға болады. Курс бір аптаны қамтиды. Міндетті түрде жасап, маған өз нәтижелеріңізді комментарияға бөлісуді ұмытпаңыздар.